Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен нөмір 231 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Пралиева Жадыра Серікқызы. Бүгінгі өтетін әдебиеттік оқу сабағының тақырыбы менің туған өлкем бөлімінен Дихан Әбіловтің туған тілім өлеңі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Мұғалімнің көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып, шумақтар мен санамақтар құрастыру. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына аудиожазбаны мұқият тыңдаймыз. Қымбат қазына. Ертеде бір кедей шал өлер шағында баласын қасына шақырып алып, балам, әкем кедей болды деп қамықпа, менің саған тастаған көп қазынам бар, соны тауып аларсың дейді. Бала әкесінің айтқан өсиетін кейіннен оны әрі іздейді, бері іздейді, таба алмайды. Шаршап шалдығып, ауылдың абыз ақсақалдарына барады. Ауыл ақсақалдары баланы тыңдап, балам, әке баласына өтірік айтпас болар, ақтық демінде ақиқатын айтқан екен. Әкең өте шешен адам еді, жарықтық. Оның саған қалдырған мол мұрасы қасиетті тіл. Дүниеде тілден қымбат мәңгілік мұра болмақ па сірә, деп аталы сөздің жұмбағын шешіп берді. Балалар, тыңдап болсаңыздар, сұраққа жауап берейік. Әкесі өлер шағында баласына не тастаған екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, әкесі баласына көп қазына тастаған екен. Бала әкесінің тастаған қазынасын іздеп таба алды ма? Дұрыс айтасыңдар балалар, бала әкесінің тастаған қазынасын іздеп таба алмады. Бала кімдерге мұңын шақты? Жарайсыңдар балалар, абыз ақсақалдарға барды. Абыз ақсақалдар дүниеде тілден қымбат, мәңгілік мұра болмақ па сірә деп аталы сөздің жұмбағын шешіп берді. Сонымен балалар, бүгінгі өтетін сабағымыз не жайында болмақ деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар, әрине балалар, бүгінгі сабағымыз ана тілі, ұлттық тіліміз қазақ тілі жайында. Ендеше балалар, белгілі көрнекті ақын Дихан Әбіловтің өмірі мен шығармашылығы және өлеңмен танысайық. Әуелі ақын туралы бейнероликке назар аударайық. Белгілі жазушы драматург, майдангер ақын Дихан Әбілов 1907 жылы 26 желтоқсанда көркем табиғатымен ғана емес, талай дарынды тұлғаны өмірге әкелген Баянауыл бөктеріндегі Мойылдыбұлақ ауылында туған. Арқалап арманымның тау шыңдарын, жер шарын, қиялыммен қауысырамын. Таңертең күн досындай құдірет барда, күнімнің ұққым келмес таусылар. Қазақтың маңдайына біткен қарымды қаламгері дүниеге келгенде төбесі көкке екелі жетпеген әкесі Әбіл Шаймерденов сол ауылдың молдасына азан шақыртып атын қойғызады. Сөйтіп Сәби Әбдірахман есімін иеленген күні ауылға аты Алталашқа белгілі ақын Мәшһүр Жүсіп Көпеев ат басын тірейді. Сол кезде Дихан Әбіловтің әкесінің жақсы араласатын жолдасы болған ол, мына балаға атты дұрыс қоймапсыңдар деп жиылған жұртқа жария салады. Жақсы ат қойып ырымын жасайық, жеріміз шырайлансын, егініміз өнімді болсын, атын Дихан қояйық деп үндеу тастайды. Жарайсыңдар балалар, ақын туралы біраз мағлұмат алды деген ойдамын. Балалар, өткен сабақта мен оның қасиетті тілін сүйем деп жырлаған ақында таяқшы. Дұрыс айтасыңдар балалар, ол белгілі ақын Мұқағали Мақатаев. Осы ақынның қасиетті тіл деп отырғаны қай тіл? Жарайсыңдар балалар, туған тілі. Ендеше балалар, туған тілім өлеңімен танысайық. Оқулығымызды ашып балалар, туған тілім өлеңіне қараймыз. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар.
Туған тілде әніменен сәнім бар. Туған тілім тіл болудан қалса егер, жүрегімді суырып ақ алыңдар. Балалар, ақынның туған тілде отырғаны қай тіл? Дұрыс айтасыңдар балалар, ана тілі, анам тілі, өз тілім. Тапсырмаға қараймыз балалар. Өлеңдегі туған тіл деген тіркестің орнына қазақ тіл деген сөзді қойып, қане балалар, мәнелеп оқып көрейікші. Қазақ тілім, бабам тілі, өз тілім. Қазақ тілім, анам тілі, өз тілім. Қазақ тілім, далам тілі, өз тілім. Қазақ тілім, адам тілі, өз тілім. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмада балалар, ой сандықтағы тірек сөздерді ала отырып, өлеңнен өз ойларыңды жеткізіңдер. Жарайсыңдар балалар. Ұлт көсемі алғаш ағартушы Ахмет Байтұрсынұлы тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады дегендей, тіл халықтың ділі, әкенің қанымен, ананың сүтімен тараған тілде адамға керекті рухани дәруменнің барлығы бар. Келесі тапсырмада балалар толықтырып көр. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, ана тілім. Армаңарда балалар өздерің толықтырасыңдар. Жарайсыңдар балалар. Қазақ тілі ұлттық тіл, бай тіл, кемеңгер тіл, таза тіл. Келесі тапсырмада балалар өлеңді құрастыру. Мен қазір өлеңнің екі жолын айтам, сендер әрмен қарата өз беттеріңше осы өлеңді жалғастырасыңдар. Тіл арқылы түсінеміз әлемді, өз тілімді қорламаймын кәделі. Жарайсыңдар балалар, сендер де тіл дегеннің тәуелсіздік тірегі, қазақ тілі, абай тілі әдемі. Осылай өлеңді әрі қарата жалғастырды деген ойдамын. Ал енді балалар, сабағымыздың соңында мен сендерге бірнеше мақал-мәтелдер беремін. Бүгінгі өткен сабағымызға дұрыс келсе иә деп, сәйкес келмесе жоқ деп жауап бересіздер. Жақсы ниет жарымырс, тіл қылыштан да өткір. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Еңбегі аздың өнбегі аз. Әрбір халық өзінің ана тілінде ғана бақытты. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс жауап бердіңдер. Қымбатты оқушылар, сіздер жаңа тақырып бойынша ең негізгі мазмұнды алдыңыздар. Басқа материалдарды сіздер өз мұғалімдеріңізден ала аласыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, сіз оларды мұғалімдеріңізге қоя аласыздар. Жаңа материалды меңгеруде сәттілік біздің жас достар.